Қадірлі жерлестер, дорогие земляки, биылғы жыл тек қана біз үшін емес, бүкіл дүние үшін күрделі қиын жыл болды. Бірақ соған қарамастан еліміздің бірлігінің, тірлігінің арқасында жылды жаман аяқтаған жоқпыз. Негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріміз былтырғы жылменен салыстырғанда жоғары. Жалпы экономиканың даму қарқыны былтырғы жылменен салыстырғанда 2,5%-ға өсті. Мемлекеттің қолдауының, көмегінің нәтижесі деп білеміз. Ең негізгісі біз мынау дағдарысқа байланысты жұмыссыздардың санын, елдің жағдайының төмендеуін, әлеуметтік төлемдерді дер кезінде төлемеуге жол берген жоқпыз. Қазіргі таңда мемлекет өзінің халқының алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін толығыменен орындады. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде сіздермен біз мынау алдымыздағы келе жатқан 2021 жыл үшін жаман негіздер жасаған жоқпыз. Енді негізгі мақсатымыз осы қазіргі біздің енді мүмкіншілігімізді мемлекеттік бағдарламалардың қолдауын пайдалана отырып, осы жұмысымызды ары қарай жалғастырып, мына келе жатқан жылы халқымыздың тұрмысын жақсартуға жұмыс жасауымыз керек. Ең негізгі халықты толғандырып жүрген мәселелер ол әрине біріншенді әлеуметтік, одан кейінгі мынау жол, ауыз су, газбенен қамтамасыз ету, жер телімдерін беру, пәтермен қамтамасыз ету. Ол енді негізінен билікке белгілі. Биыл қалай шешілетін болса, келесі жылда ол жұмыс өзінің ары қарай жалғасын табатын болады. Құрметті әлеуеталықтар, мен облыс басшылығының атынан барлықтарыңызға осы мынау биылғы жылғы қолдаған көмектеріңіз үшін үлкен рахмет айтам. Сіздерді мынау келген жаңа жылменен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға ең негізінен денсаулық, аманшылық, үйлеріңізге құт береке тілейміз. Келесі жыл мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін жақсы жыл болсын. Барлық қиындықтар, қиыншылықтар мынау өткен жылда қалсын. Тезірек мына індеттен құтылып, еліміздің абыройының дамуы үшін еңбек етейік. Келген жаңа жыл құтты болсын. Конечно, пандемия, которая охватила весь мир, оказала свое влияние и для нас, для казахстанцев, в том числе для нас, для жамбылцев. Но благодаря нашему единству, сплоченности и той совместной работой мы в основном преодолели последствия пандемии благодаря поддержке государства, реализации государственных программ. Основные социальные обязательства государства перед своим населением выполнены. Для нас самое главное – это повышение благосостояния нашего населения, создание инфраструктуры. Мы основные проблемные вопросы, которые интересуют нашего населения, знаем, стараемся их вовремя решить. Конечно, для нас одни из самых главных вопросов – это единство нашего населения, не допустить межнационального разногласия. Какая работа в этом направлении проводится, вы хорошо знаете. Я хотел бы от имени руководства области поблагодарить всех своих земляков за ту поддержку, за то понимание, за ту работу, которую мы с вами вместе сделали. И поздравить с наступающим Новым годом. Желаем всем самое главное здоровья, благополучия вашим семьям, успехов. Все трудности, невзгоды, которые у нас были, пусть останется в уходящем 2020 году, 2021 год, пусть нам для нашего населения, для нашего народа принесет благополучие, счастье, но самое главное – единство, мира, дружбы, согласия. Еще раз всех с наступившим Новым годом.